Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге үй жағдайында жасалатын майонездің құрамымен бөлісемін. Бұл майонездің ерекшелігі құрамы пайдалы ингредиенттерден тұрады. Достар, видеода көріп тұрғандарыңыздай майонез өте қою болып шыққан. Мен сіздерге қазір салатқа салып көрсетемін. Достар, майонезді осындай биік ыдысқа жасаймыз. Егер осындай ыдыс болмаса, жарты литрлік банкаға жасауға болады. Ең алдымен 5 дана бөдене жұмыртқасын ыдысқа саламыз. Оның үстіне 1 шай қасық қант, дәміне қарай тұз және де 1 шай қасық лимон согын. Егер лимон согы болмаса, алма уксусын қосуға болады. Келесі 1 шай қасық қышаны қосамыз және оның үстіне 200 мг зәйтүн майын құямыз. Енді барлық ингредиенттерді блендерден өткіземіз. Ол үшін блендердің басын ыдыстың түбіне дейін апарып, қоюланғанша блендерден өткіземіз. Егер де майы бетіне шығып тұрса, үстіңгі жағында блендерден өткізуге болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай түбінен қоюланып жатыр. Міне достар, біздің майонез дайын. Енді сіздерге осы майонездің консистенциясын көрсететін боламын. Ол үшін мен қазір сіздерге осы майонезді салатқа қосып көрсетемін. Достар, майонездің консистенциясы қою болған, әрі дәмі де дәмді. Осындай үй жағдайындағы майонезді де салатқа қосып жеуімізге болады. Дәмі керемет болып шыққан. Мені қолдап, маған лайк басып, және де комментарий қалдырып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен басқа да рецептпен бөлісемін.